Облыс жаңалықтарында. Тараз қаласында кейбір жер телімдері оңды-солды, заңды, заңсыз бөлініп кеткен. Оған жүргізілген құрылыстың да заңдылығы күмәнді. Ал Мойынқұм ауданында жоғары білімі жоқ мұғалімдер шәкірттерге тәлім берген. Прокуратура пәрменімен анықталған кемшіліктер облыстық тәртіптік кеңестің отырысында талқыға түсті. Прокуратура тексеруі Тараз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімінің жұмысынан бірқатар заңсыздықтар тауыпты. Құзырлы орган өкілінің айтуынша, егжей-тегжейлі жоспарлау жұмыстары жүргізілмеген нысандарға рұқсат беріліп кеткен. Ал мекеме басшысы өз дәйектерін алға тартты. Бәрін бір заңға сылап сете бермейміз ғой. Біздің архитектурның бір не жерінде бізде жаңағы сәулет және қала құрылысы заңынан бөлек қаншама нормалар бар, строительный норма. Ол деген күнде өзгеріп тұрады. Сол нормаларға байланысты. Бірақ тәртіптік кеңес хатшылығының қызметтік тексеруі барысында прокуратура ұсынысында көрсетілген деректер өз дәлелін тауыпты. Кеңес мүшелері де заң бұзушылық бар дегенді айтты. Шешім шығарып, тиісті жазасын беру үшін бұл мәселе Тараз қаласы әкіміне жолданды. Тараз қаласының әкімі Календеровке мына мәселелердің барлығын біз көрсетеміз. Біз материалдардың барлығын, соның ішінде сіздердің берген бізге представленияларыңыз бар, ұсыныстарыңыз. Соның барлығын қосып, қалалық әкімшілікке жібереміз, мәні бойынша шешім қабылдау үшін. Байзақтан да шикілік шығыпты. Аудандық кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің басшысы Досмұхамед Наурызбаев $4000 пара алып, алаяқтық жасады деген күдік бар. Істің қылмыстық сипаты бар деп танылып, ақ-қарасын анықтау прокуратураға жолданды. Ал Мойынқұмда мәселе мектептен шыққан. Қашқан теңіз бастауыш мектебінде, Қаныш Сәтбаев және Ыбырай Алтынсарин орта мектептерінде жоғары білімі жоқ мұғалімдер жұмыс істеп келген. Тіптен ағылшын тілінен орта білімді азамат ұстаз болыпты. Оған жалақы ретінде мемлекеттің 14 миллион теңгедей қаржысы шығындалған. Енді істі егжей-тегжейлі тексеру аудан әкімдігіне қалдырылды. Бұл жерде роль району какая была? В недопущении этих нарушений. Бұл кісілердің кінәсі однозначно. Мен бұлардың орнында болғанда қабылдамас едім. Нашар білім болса да, бір нәрсе ала берсін деген оймен не қылған шығар? Не умаляет, конечно. Тәртіптік кеңесте ерек-терек мемлекеттік қызметшілер спартакиадасында қолдан құжат жасап, жалған қызметшілерді жарысқа қосқандар анықталыпты. Осындай әрекетке барып тұтылған Тұрар Рысқұлов ауданы әкімдігі аппаратының басшысы Мұратбек Өмірзақов және аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Әбуір Бестерековке қатаң сөгіс ұсынылды. Сондай-ақ кеңес барысында облыстағы білім саласындағы бақылау департаментінің басшысы Әли Байтанаев пен облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Рахия Тұрмахамбетова баяндама жасады. Олар сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды баян етті. Жалғас Қошқарбай, Руслан Сандыбай, жаңалықтар қызметі.